Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз 4-ші сынып Smiles оқулығының 8-ші модулін, яғни Matchings тақырыбы бойынша сабақ талқылайтын боламыз. Достар, кеше мен аналитиканы қарап отырсам, менде 94% без подписки просмотрды көрсетіп тұр. Сондықтан достар, подписаться кнопкасын басып, және қоңыраушаны басып қойсаңыздар, сіздерге күнделікті мен салып отырған видеодан хабарлама келіп отыратын болады. Ал ендеше баршаңызға сәттілік, алла зейіндеріңізді ашып, пайдалы білім болсын. Exercise 1, thinking cap. Яғни ақылды кепка әдісі бойынша мына жерде тапсырма орындалуы қажет. Look at the pictures, суреттерге қараңыздар дейді. Енді бұл жерде апайларыңыз тақтаға суреттер іліп қойып, сонымен орындайсыздар бұл тапсырманы. Exercise 2. Make a list of 5 matches you use every day. Are they fast or slow? Күнделікті өмірде қолданылатын 5 техниканың тізімін жасаңыздар дейді. Және олар жылдам ба әлде баяу ма? Сол туралы әңгіме айту керек. Бұл тапсырмаға байланысты мен шортсқа салатын боламын. Сол шортстан қарап тапсырма орындасаңыздар болады. Exercise 3. Read and complete. Use past simple, then match. Оқыңыз және сөйлемді толықтырыңыз дейді. Және past simple, яғни өткен шақта қолданып, сөйлемді толықтыру қажет. Сосын салыстырыңыз дейді. Ал енді мына жерде past simple, яғни past simple дегеніміз өткен шақ. Кеше болған, немесе бұрын болып кеткен іс-әрекетті дәл қазір айтатын болсаңыз, яғни past simple'ды қолданып жазамыз. Оның жасалу формуласы verb to, яғни етістіктің 3 формасы бар. Соның екінші формасын біз қолданамыз. Және егерде дұрыс етістік, бұрыс етістік деп бөлінеді. Бұл дұрыс етістіктерге ed жұрнағын жалғаймыз етістікке. Ал бұрыс етістіктердің өзінің ережесі бар. Бұған байланысты ережені мен тағы да шортсқа қосымша салатын боламын. Ал енді мысал келтірілген go, яғни бару, went, go-дің екінші формасы, барды. Яғни екінші формасын біз past simple'да қолданамыз. Ask, дұрыс етістік, asked, яғни дұрыс етістікке ed жұрнақ жалғанады. Сонда бізде asked деген сөз шығады. Бірінші тапсырмамызға назар аударатын болсақ, тапсырмамызда put-дің екінші формасы да put болады. Put дегеніміз қою, ал put уже екінші формада қойды болады. Бір затты қою, бір затты бір жерге қою. Екінші press, pressed, яғни дұрыс етістік болғандықтан ed жұрнағы жалғанып жатыр. Мысалы, press the button, яғни түймені, батырманы басыңыз дейді. Өткен шақта push it болады, use қолдану, use it болады, қолданған, pressed, listen тыңдау, listened тыңдаған. Енді сөйлемдер мен суретті сәйкестендіреміз. People put some paper in me, яғни адамдар маған бірнеше қағаздар салады дейді. They pressed the button on me to write. Және олар батырманы басып менімен жазады дейді. They push the lever to write on the red line. Яғни қағазды салып әріптерді жазатын машинка бұл бізде Б суретіндегі typewriter, яғни жазу машинкасы. The next sentence. People put some hot water in me. Яғни адамдар маған ыстық су құяды дейді. Then they put the clothes in. Сосын олар киімдерін салады дейді. Яғни бұл айтып тұрғанымыз осыдан ақ белгілі, яғни С суретіндегі washing machine, кір жуғыш машинамен сәйкес келеді. Үшіншісі, people put cassettes in me, яғни адамдар маған кассета салады дейді. They pressed the play button, яғни play батырмасын басады. They listened to the music on me. Және олар менімен музыка тыңдайды дейді. Яғни бұл айтып тұрғанымыз cassette player, яғни кассеталы магнитофон. Яғни А суретіндегі
Үшінші сөйлем А суретімен сәйкес келеді. Exercise 4. Listen and number. Тыңдаңыз және сандарды қойыңыз деді. Қайсы сөйлем суретпен сәйкес келеді, соны қойып шығу керек. Енді бұл жерде мен тыңдалым болған жоқ менде, сондықтан сіздерге аудиоскриптті сіздерге тыңдалым ретінде қазір жүргізіп өтетін боламын. N01. People use this to make clothes. Яғни адамдар киім тігу үшін қолданады. Яғни А суретіндегі sewing machine, яғни тігін машинасы бұл жерде бірінші сөйлеммен сәйкес келеді. Келесі. This machine was at the cinema. Бұл машина кинода қолданады. It was machine for showing film. Яғни бұл машина фильм көрсетуге арналған. Яғни қарап отырсаңыздар, D суретіндегі film projector екінші сөйлеммен сәйкес келеді. Үшінші сөйлем. People use this to listen to music. Адамдар музыка тыңдау үшін қолданған. Яғни бұл бізде B суретпен сәйкес келеді. Phonograph. Яғни музыка тыңдау үшін қолданылатын аппарат. Төртінші сөйлем. People use this to travel from place to place. Яғни адамдар бір орыннан екінші орынға саяхаттау үшін және көшіп қону үшін қолданған. Төртінші сөйлем, яғни C суретімен сәйкес келеді. Carriage. Exercise 5. Listen, point and repeat. Тыңдаңыз және қайталаңыз. Scarf, шарф, belt, белдік, watch, қол сағат, mirror, айна, candle, шам, шырақ, свеча, 6. Remote control, қашықтан басқарылатын құрал, яғни пульт, 7. Pot, яғни гүл отырғызатын горшок, broom, сыпырғыш. Exercise 6. Read and complete, then match. 6. жаттығуды оқыңыз және сөйлемді толықтырып, суретпен сөйлемді сәйкестендіру қажет. Can you see that watch over there? Сіз осы жерден қол сағатты көрдіңіз бе дейді. Yes, who is it? Мынау кімдікі? It is Ақботас. Бұл Ақботанікі. Give it to her, please. Мұны оған бере салыңызшы. Яғни her дегеніміз оған. Яғни she деген сөзді біз оған деп сөйлемнің мағынасына қарай қойып отырмыз. Бірінші сөйлеміміз, яғни бізде С суретімен сәйкес келеді. Екінші сөйлем. What's the matter? Не болып қалды? This pot is very big. Бұл горшок өте үлкен дейді. Can you help me болады бұл жерде. Please, сіз маған көмектесе аласыз ба? Бұл сөйлем E суретімен сәйкес келеді. Үшінші сөйлем. What's that? Бұл не? It is a mirror. Бұл айна. It's for you, Әсел. Okay, thanks. Бұл сен үшін, Әсел. Okay, thank you. Рахмет деп жауап береді. Бұл А суретімен сәйкес келеді. 4. Do you like this scarf? Сен мұны шарфты ұнатасың ба дейді. Yes, I do. Yeah. Let's buy it for Көркем's birthday then. Онда бұны сатып алайық. Бұл бізде D суретімен сәйкес келеді. 5. сөйлем. Take these candles and give them to Қанат. Мына шамдарды алайық және оны Қанатқа берейік. 5. V суретімен сәйкес келеді.